Баяғыда бір ата мен әже болыпты. Олар кедей өмір сүріпті. Бір күні ата айтты: «Әже, бауырсақ пісірші». Әже айтты: «Он аз ғой». Бірақ әже қапты қырып, он жинап, домалақ бауырсақ пісіріпті. Бауырсақты терезеге қойыпты. Олар мені жеп қояды ғой. Сол кезде ол домалап кетіпті. Бауырсақ жолмен домалап келе жатып, қоянды көріпті. Қоян айтты: «Бауырсақ, мен сені жеймін». Қоян, тоқта, мен саған ән айтып берейін. Мен атадан кеттім, мен әжеден кеттім, сенен де кетемін. Бауырсақ домалап кетіпті. Қоян қалып қойыпты. Бауырсақ келе жатса, алдынан қасқыр шығыпты. Қасқыр айтты: «Бауырсақ, мен сені жеймін». Тыңда, қасқыр, мен атадан кеттім, мен әжеден кеттім, қояннан кеттім, сенен де кетемін. Бауырсақ қашып кетіпті. Қасқыр қалып қойыпты. Бауырсақ келе жатса, аюды көріпті. Аю айтты: «Бауырсақ, мен сені жеймін». Тыңда, аю, мен атадан кеттім, мен әжеден кеттім, қояндан кеттім, қасқырдан кеттім, сенен де кетемін. Бауырсақ домалап кетіпті. Аю аң-таң болыпты. Бауырсақ келе жатса, алдынан түлкі шығыпты. Түлкі айтты: «Бауырсағым, қандай әдемісің, жақында келші». Түлкі айлакер. Жоқ, түлкі, мен осы жерден айта беремін. Мен атадан кеттім, мен әжеден кеттім, қояндан кеттім, қасқырдан кеттім, аюдан кеттім, сенен де кетемін. Ол ән айтты да, жақындамай домалап кетіпті. Түлкі оны ұстай алмапты. Бауырсақ жолмен кері қайтыпты. Ата мен әженің үйіне қайта келіпті. Әже қуанып: «Бауырсағым, аман келдің бе?» Мен көп нәрсе үйрендім, енді қашпаймын. Ата мен әже күліпті. Бауырсақты жеп қоймапты. Ертегі осымен бітті. Соңы жақсы болды ғой. Ертегі ұнаса, лайк басуды ұмытпа. Көріскенше!